Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге түрік асханасындағы яклама, яғни лазаньяның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментарийлер жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен көкөністерді турап дайындап аламыз. Менде бұлар жуа, жасыл және қызыл болгар бұрыштары және қызанақ. Осы аталған көкөністерімізді 4 бұрыш қылып ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсақтап 4 бұрыш қылып турасаңыздар болады, немесе мен сияқты осындай сарымсақ қысқышпен осылай ұсақтап алсаңыз болады. Енді табамызды плитаға қойып қыздырамыз. Қызып тұрған табамызға сары майды салып, тартылған етімізді қуыра бастаймыз. Етіміз біраз қуырылған кезде алдымен жуа, ұсақталған сарымсақ, кейін болгар бұрышын және қызанақты салып қуыра бастаймыз. Көкөністерді қуырып жатқан кезде дәміне қарай тұз, қара бұрыш, тәтті паприка, қалауларыңыз бойынша кептірілген базилик және томат пастасын қосып қуырамыз. Енді табамызға біраз су құйып, бетін жауып, баяу отта бұқтырамыз. Етіміз бен көкөністеріміз бұғып жатқанша біз соус дайындайық. Соус жасау үшін мен укроп пен жасыл жуаны ұсақтап турап алдым. Енді терең ыдысқа қаймағымызды саламыз. Қаймақтың үстінен ұсақтап туралған жасыл жуа мен укропты қосып, үстінен дәміне қарай тұз сеуіп араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сарымсақты ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Біздің соус дайын. Табамызды оттан аламыз. Енді бізге осындай лаваш керек болады. Лаваш ұзын болғандықтан бірнеше рет орап, оны осылай домалақ форма қылып кесіп алдым. Сіздер тортильяны қолданғандарыңыз дұрыс болады. Енді бір лавашты алып, оны 4 бөлікке орап, ұш жақтарын табамыздағы салманың сорпасына батырып, ыдысымызға саламыз. Үстінен біраз етті салманы салып, басқа да лаваштармен осылай қайталап шығамыз. Біздің жасаған түрік асханасының тағамы дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, тез әрі жылдам, түскі немесе кешкі асқа жасауға болатын тағам. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен бірге болған Дилара.